Сәлем достар, біздің бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз оксид. Оксидтер жалпы біреуі оттек болып келетін күрделі зат. Оларды жалпы біз 3 топқа бөлеміз: негіздік, қышқылдық және екідайлы оксидтер. Оксидтерге егер су қосқан кезде олар қышқылдық орта көрсететін болса, оларды біз қышқылдық оксидке жатқызамыз. Негіздік оксидтер ол негіздік орта немесе сілтілік орта көрсетуі мүмкін су қосқан кезде, ал екідайлы оксидтер қышқылдықта, негіздікте қасиет көрсететін оксидтер. Химиялық қасиеттеріне байланысты оксидтер тұз түзетін және тұз түзбейтін болып екіге бөлінеді. Тұз түзетін оксидтерге жаңа алда айтып өткен негіздік, қышқылдық, екідайлы оксидтердің барлығын жатқызамыз. Азоттың 1 және 2 валентті оксиді және көміртектің 2 валентті оксиді тұз түзбейтін оксидтер. Енді біз оксидтердің алынуына тоқталып өтейік. Ең бірінші, біз жай заттарды тікелей оттекпен әрекеттестіру арқылы оксидтер ала аламыз. Екінші, күрделі заттарды ыдырату арқылы аламыз. Және үшінші көрсетіліп тұрған теңдеудегі жол, ол күрделі заттарды жағу арқылы алуға болады.